Достар, сәлем. Бүгінгі видео менің лайфхактарыма опыт жинай келе білген, оны білмей жүрген лайфхактарыма толы болады. Осы видеоны соңына дейін қараңыз. Тіпті соңында да сізге лайфхак көрсететін болам. Бұл сізге міндетті түрде пайдаңызға асады. Барлық шаблондарды менің Telegram каналымнан ала аласыздар. WhatsApp номерімді, телефонымды видеоның астына тастап кетемін. Осындай дайын шаблондарды міне қиып сызық линиямен майыстырып жатырмыз. Менің көрермендерім уже сіздер білетіндеріңізге сенем. Бұны майыстыру проблема емескеніне сенем. Мына жерде бір лайфхак бар. Мен міне майыстырып жатырмын, бірақ мен бұны, во-первых, не бегую, во-вторых, 3 штугін бірден майыстырып жатырмын. Осылай міне өмірімді өзімнің жеңілдеттім. Сізде осылай етсеңіз болады. Бұл үшін сізге міндетті түрде 200 граммдық фото бумага қажет болады. Сонымен қатар екінші лайфхакқа кеттік. Осындай дайын шықты. Енді лента істейміз. Лентаны мен 30 сантиметр линейканың айналасына өстіп айналдырып алам. Айналдырып болғаннан кейін екі шетінен қия қоям қайшымен. Мінекей айналдырып жатырмын. Бұдан біз бантик істейміз. Бұл да өмірімізді жеңілдетіп, тез-тез каждый раз өлшеп отырмас үшін керек. Міне қиып тастадық, болды, дайын. Енді мына лентаны байлауды, бұны мен сіздерге, менің подписчиктерім ғана көре алады. Сол видеода салып кеттім. Маған жазылсаңыз, содан кейін YouTube'да обновить етсеңіз, осы бантик туралы видео бар. Оны подробно қарай аласыз. Сол себепті маған міндетті түрде подписка жасаңыз. Тек қана керек өте маңызды мағлұматтарды менің подписчиктерім көре алады. Себебі доступты соларға ғана қалдырып қойдым. Міне мынау тағы үшінші лайфхак. Астын әдемірек кесу үшін, егер сізде зигзаг қайшы болмаса, осылай ласточка қылып кесе аласыз. Өте әдемі әсерлі көрінеді, иә? Міндетті түрде кез келген стразиді ыстық клеймен клейлейсіз. Бантикті қағазға жабыстырғанда тоже ыстық клеймен клейлеңіз. Себебі ұят болып қалады, түсіп қалып, солай болып отса. Болғаннан кейін міне клейлейміз, содан кейін басын клейлейміз, макушкасын. Бұны да сіздер білу керексіздер уже. Білесіз деп ойлаймын. Білмесеңіз, міне сіздерге видео. Осыдан кейін мынаны міне ыстық клеймен клейлеп жабыстырып шығып жатырмын. Тағы да сіздерге бомбический бір лайфхак бар. Видеоның соңына дейін қараңыз. Міне дайын болды. Енді қандай лайфхак дейсіз ғой? Қазір оны көрсетеміз. Міне осындай көп дайын түрінде, бірақ бұны сізге алысқа жіберу керек болса, немесе упаковать ету керек болса, осылай сіз жауып упаковать етуіңізге болады. Не обязательно оны үлкен қылып пакетке салуға. Осылай жинақтап салып берсеңіз де жетіп жатыр. Қарағандарыңызға рахмет. Подписка жасауға ұмытпаңыз. Полезно болса міндетті түрде плюс қойыңыз.